Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу 3 сынып 48-ші сабақты өтетін боламыз. Нені үйрендім? Жазба жұмысы. Шетелдік қонақтарға Астананы таныстыру мәтінін құрастыр. Тақырыбы менің Астанам болсын. Жоспары Астананың тарихы, құлпырған Астанам, бас қаламмен мақтанамын. Берілген суреттерді жазба жұмысында пайдалан делінген. Олай болса бір суретке қарайық. Бұл жерде біздің ескі Астанамыз бейнеленген, иә балалар? Ол кезде әлі де көптеген ғимараттар салынбаған, алайда Астанамыз бас қала болған екен. Келесі екінші суретті қарайтын болсақ, бұл жерде біздің жаңа Астанамыз бейнеленген. Жаңа Астанамызда биік ғимараттар салынған. Қаншама уақыттың ішінде біздің жас және жаңа Астанамыз керемет болып құлпырған екен. Құрылыстың нәтижесінде дәл осындай әдемі Астанамыз барына мақтансақ болады екен. Мәтін құрастырған болатынмын. Мәтіннің тақырыбы менің Астанам. Астана Қазақстан Республикасының астанасы. 1997 жылғы 10 желтоқсаннан бастап Астана статусына ие болды. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Басқа қалалардан ерекшелігі мұнда әдемі зәулім үйлер, Есіл өзенінің жанында орналасқан үкімет пен парламентке арналған әкімшілік ғимараттары, хан шатыры, мәдениет сарайлары, спорт кешендері, өмір өзені атты су бұрқақтары, конгресс-холл, театрлар мен Абай мен Кенесары атамыздың ескерткіштері, Бәйтерек монументі, көшедегі гүлзарлар мен алаңдары өте керемет үйлесімін тапқан. Астана Сарыарқаның төрінде орналасқан қала. Астана Қазақстанның жүрегі. Мен оны әрдайым мақтанышпен әсем қалам Астанам деп атаймын делінген екен. Дәл осылай сіздер де менің Астанам тақырыбында керемет өз ойларыңыздан мәтін құрастырып жазсаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.